Қарағанды индустриалды университетінде жоғары білім қызметкерлері күні мен ұстаздар күніне арналған мерекелік іс-шара өтті. Сахнадан Теміртаудың мұғалімдері, ұстаздары мен тәрбиешілеріне алғыс сөздер айтылып, бұл мерекенің маңыздылығы атап өтілді. Қала әкімі Ғалым Әшімов өз сөзінде педагогтардың ел болашағын қалыптастырудағы рөлін ерекше атап өтті. Бүгін ерекше күн. Бүгін сіздердің күндеріңіз. Өйткені кішкентай бала өмірге келгеннен кейін сіздердің қолдарыңызға түсті. Өмір бар, өмірін өз баспалдақтап сіздермен бірге өтеді. Ол балабақшаға барады, ол мектепке барады, ол мектептен білім алады, балабақшадан тәрбие алады. Содан кейін, былай өткеннен кейін жоғарғы білімге кетеді. Сондықтан сіздің еңбектеріңіз өте зор. Ол енді ешқандай мөлшермен есептелмейтін еңбек. Сіздерге табыс тілеймін, амандық тілеймін, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мерекеге орай Теміртаудың білім саласының қызметкерлерін марапаттау рәсімі өтті. Осы күні Қарағанды индустриалдық университетінің ректоры Бақыт Жаутиков өнеркәсіп пен құрылыс саласына қосқан үлесі үшін 2-ші дәрежелі шахтер даңқы төсбелгісімен марапатталды. Ол барлық ұстаздарды кәсіби мерекемен құттықтады. Мұғалім, оқытушы, профессор бұл жай ғана мамандық емес. Бұл ең алдымен ынта. Бұл оңай емес, жауапкершілігі мол міндет. Олардың мақсаты оқушының қабілетін ашу, оған өзін-өзі тануға және өмірлік жолын таңдауға көмектесу. Бәрімізде өз ұстаздарымызды олардың шынайы махаббаты, қамқорлығы мен дана кеңестері үшін үлкен ризашылықпен еске аламыз. Ғылымның дамуы мен білікті мамандарды даярлауға қосқан үлесі үшін университеттің үздік қызметкерлері Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің ведомстволық наградаларымен марапатталды. Осы университетте 10 жылдан астам жұмыс жасап, бүгін осындай марапатқа ие болдым. Мен үшін өте маңызды. Бұл марапат Қазақстан ғылымының дамытуға еңбек сіңірген еңбегі үшін берілген марапат. Бұл бағытта бізде өте көптер жұмыстар жасалуда. Біздің университетіміз алдыңғы қатарда көп түрлі гранттық жобаларға қатысуда. Және де осындай марапаттаулар қазақ жастарының ғылымға деген талпынысын арттырады деп ойлаймын. Тек қана барлықтарыңызға сәттілік, осындай жолда, осындай шығармашылық табыстар тілеймін. Еңбектеріңіз жана берсін. Марапаттау рәсімі барысында мектеп мұғалімдері мен балабақша тәрбиешілері Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен және Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің құрмет грамоталарымен марапатталды. Жұмыстап жатырмын. Бүгінгі күні оқу ағарту министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталдық. Әрине, білім саласында жүрген әрбір ұстаздың бұл еңбегі солай бағалану керек деп ойлаймын. Келер ұрпақты тәрбиелеуде қосып жатқан мектептегі жас мамандардың, білім саласының басшыларының рөлдері өте зор. Бүгінгі күні мектептегі балалардың тәрбиесіне қатты назар аударылады. Себебі тәрбие болмай, білім жоғарыға шықпайды. Мерекелік іс-шара Теміртау қаласының шығармашылық ұжымдары қатысқан концертпен жалғасты. Музыкалық және би нөмірлері мерекенің салтанатын айшықтап, кештің керемет аяқталуына айналды. Ұлжан Сағымбекова, Жахангир Қуанышбаев, Теміртау жаңалықтары.